Қош келдіңіз, Азеке. Қош болды. Бізде Бипро бизнес клубы. Да, вообще круто. Еще мен вообще это отдельно стоящее здание. Иә. Еще Бипро деп жазып. Бүгін бізде бірінші ашылуы болды. Да. Бүгін 30 кәсіпкер, әртүрлі саланың кәсіпкерлері, сауда саласы, қызмет саласы, өндіріс саласы, әртүрлі оборотта, әрқайсысы жеке бір қызық тұлға бөлек. Сіз бірінші қонағымызсыз. Да, неожиданно. Иә. Алла қаласа, енді бүгінгі берекелі, жаңағыдай бір мәнді, пайдалы қылып өткізуге тырысайық. Алла қаласа. Барынша еркін формат, жігіттер, қарапайым, кәдімгідей мен қазір бастаймыз. Тақырып негізі бүгін кәсіпті масштабтау ғой. Масштабированияның ішіндегі нетворкинг. То есть Азамат мырзаның осы тақырыпты бердік. Нетворкингтің жалпы масштабированияға қандай байланысы бар? Жалпы нетворкинг дегеніміз не? Кәсіпкерлерге ол не үшін керек? Осы тақырыпты қозамыз. Сұрақ қойып, жауап беріп, ары қарай көре береміз ғой. Кезінде 2012 жылы біз инфобизнесті бастаған шығармыз, да. Это Шамиль Аляудинов деген кісі, ол Мәскеуден имамы. И ол сол кісі кітап жазып жүрді. И біз айттық, давайте, это Шамиль Хазрат, біз сіздің кітабыңызды сатамыз деді. Олар айтты, жоқ, сатып көріңіз, бірақ енді көп ақша ол алып келмейді деген бізге. Біз айттық, жоқ, біз просто кітапты сатамыз, ол діни кітаптар. И сол кітабын сатып бастаған кезінде олар уже ашылды бізге. Мы говорим, Шамиль Хазрат, давайте енді презентация істейік сіздің кітабыңызды. Оларда мысалы, да, Мәскеуде қалай өтеді презентация? Вот тура осылай, да, бір кафесі бар, татарский, да, сол жерде отырады, и ол айтады, міне мен мынандай кітап шығардым, осылай, олар күшті болды, күшті. А біз айттық, давайте мощный презентация істейік. И біз презентация істегенде ол кезде 250 адамға зал шештік. Ол кезде таргет, инстаграм түк жоқ қой. Просто сайты бар Шамиль Хазраттан, Умару деген. И солай біз бастадық, короче. Сол кезде біз залға жинаған адамдар бір күнне 450 адам, короче, жазылды. Біз уже залды басқа зал ала алмаймыз сол кезде. И, короче, давай онда тұрып көрсін, қалай көрсе де көрсін халық. Потом бізге звонки, короче, мынау семинар, а неге платный, Шамиль Хазрат ол это же, мұсылман ғой, ол имам ғой, неге бұл енді. Біз айттық, короче, бізде сонда бағасының құны 1000 теңге ма? 2012. Да, 2012 жыл. Это 1000 теңге, и, короче, и куча людей пришло, и олар даже были согласны тұрып қарауға. И сол кезде біз көрдік потенциал. Сол күні біз 7,5 миллион теңгеге кітап саттық, плюс еще за семинар заработали. И сол кезде біз көрдік, что люди ұмтылады, білімге ұмтылады. И после этого начался вот этот вот тренинг, 8 жыл бойы біз оның тренингтерін өткіздік, и всегда sold out. То есть полный зал, полные продажи и так далее. Астанада, Алматыда, Шымкентте. В общем, если из значимых проектов, вот этот проект значимый, сол кезде мен түсіндім то, что когда ты несешь пользу огромной аудитории, сен ақшасыз қалмайсың. Ну, Алла Тағала өзі берекесін. Енді нетворкинг, да? Про нетворкинг. Вообще, сіз қалай түсінесіз нетворкинг деген? Кім қалай түсінеді, қандай ой бар? Не ол нетворкинг? Опытпен алмасу. Байланыс, таныстық дейді, связь. Связь. Окей. Нетворкинг вообще әртүрлі обозначениесі бар, да, там, это выстраивание отношений. Бізде бәрібір, мы же здесь бәрібір кәсіпкербіз, да? Обычно біз как нетворкинг? Нетворкинг дегенде бізге біреу керек болған кезде ғана нетворкингті қосамыз. Қазір маған бірдеңе керек, так, анадам мынау керек, так, нетворкинг деп жүреміз, да? Нетворкинг это вообще на самом деле тема такая, по жизни надо двигаться. Это больше, знаете, адамдарды сүю, да? Просто любой адамдарды сүю. Жақсы көру, Жақсы көру, да. Вот, ну, это человеколюбие, қалай оны айтуға. Человеколюбие. Это любой адам болса, ол керек па саған, керек емес па, да? Сіз онымен танысасыз, да? Сіз оның өз процесстер бар, как нужно знакомиться, оның бәрін айтамыз қазір. Вот. Ну, вот самое главное, біз айтамыз, да, мысалы, ризық. Ризық дегенді қалай түсінеміз? Алланың берген несі? Иә, ол немен береді? Ризық деген ол ақша ма? Істеген адамның әрекетіне байланысты, әр адамның өзінің несіне жазылған, пешенесіне ризық та болады, ал ол ризық адамның істеген ісіне байланысты өте көбінесе. Әрекетіне байланысты. Көп себептер жасайсың, нәтижесін бірақ ризық ол. Сен қалай түсінесің? Ризық енді алдында естіңіздер ме? Команда деген ол да бір ризық деп біз айтып қалдық қой.
өйткені қызметкерлер біздің компаниямызға ақша алып келеді ғой. Сол үшін командада бізге ризық, и мықты команданы қалыптастырғымыз келсе, то есть біз бірінші өзімізден бастауымыз керек деген бізде не бар? То есть ризық ол өте абстракт, үлкен мағыналы сөз да. Да. Просто вот біз бәріміз, и мен тоже, да, вот раньше түсінетін затым, типа ризық ол, вот осынша ақша, вот, ну, короче, вот ақша, вот сол ризық, да. Ризық на самом деле это даже люди. Вот люди. Тогда, короче, менің бір досымның әкесі қайтқан. И сол кезде, знаете, блин, қаншама адам келді. Просто жаңағы вот этот вот намаз, жаназа намазына қатысқан. И это не просто вот жаназа намазға қатысады ғой обычный мусульмандар, да, который, а там именно практикующий, который дәреті бар, осознанно келген, білет, да. И сонда толпа народу вот так вот. И потому что он был, оның көп достары бар да, ол неше түрлі жамағаттармен, короче, общается, сөйлеседі. И там пришло, и там реально круто. И потом даже сосын имам намаз оқыды, сосын жаңағы предали земле тело. И одан кейін жігіттер айтты, давай тағы да бір дұға оқып жібереміз, да. И на самом деле, что может быть ценнее? Ну, там, допустим, когда вот столько людей тебе пришло проводить. Это уже ақша жоқ, уже все, игра закончена, да. Но то, что остается, это люди, которые тебя помнят, которые сен үшін дұға істейтін адамдар, да.